Бюджеттің 1/4-ін ұлттық қордан жаптық біз 2025 жылы. Бұл жолдаудағы мақсаттарға қайшы емес па? Үкіметтің жасаған кодексі сай емес деп біз өзіміздің позициямызды айттық. Тапсырма орындалмай қалуы мүмкін ба? Жылдың аяқталуына жақын қалдық. Қазір ондай сұрақ қоғамда жоқ. 3 триллионға жуық қаржы елге қайтарылды. 858 ауылда интернет жоқ еді. Ал мәжіліс не жасап жатыр деген сұрақ. Қазір турбулентті заман, ойланатын заман емес. Ірі барондар болатын болса, олар өмір бақи бас бостандығынан айыру. Енді орысша айтатын болса, оборотни в погонах дейміз ғой. Тым байлар Қазақстанда емделмейді. Олар бірден шетелге кетеді. Неге бұлай? 4 миллионға жуық азаматтың зейнетақылы қоры жоқ. Бірде-бір тиын аудармаған. Орысша айтатын болсақ, медвежья услуга дейді. Бүгін қаттырақ айтпасаң, ертең қиынырақ болады дейді. Армысыздар, эфирде баптаймызды бастаймыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Аманат партиясы фракция жетекшісі, парламент мәжілісінің депутаты Елнұр Сабыржанұлы Бейсенбаев. Елаға қош келдің студиямызға. Қош көрдік. Енді мынау 3-ші сессия немен есте қалды? Былтырғы президент жолдауындағы айтылған тапсырмалар, берілген мәселелер қалай орындалды деген мәселелерді талқылағымыз келіп отыр. Өзіңізбен енді оттың ортасында жүрген мәжілісмен болғаннан кейін студиямызға көргіміз келді. Рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Қымбатты достар, сіздер де біздің парақшамызға жазылып, өздеріңіздің пікір ойларыңызды білдіре отырыңыздар міндетті түрде. Осындай сұхбаттардың таралуына әрқайсыңыз әрине септіктеріңізді тигізе аласыздар. Сонымен мәжіліс қыркүйекте маусымға дейін белсенді түрде заң шығару қызметін атқарды. Осы уақыт ішінде біз енді мәжілістің қарауында 87 заң жобасы түсіпті. 90 заң қабылданып сенатқа жолданған екен. 78 заңға президент қол қойған. Бұл өте жақсы көрсеткіш негізінен салыстырмалы түрде. Салық кодексі, бюджет кодексі сияқты ірі заң жобалары осы кезде талқыланды. Оның үстіне білесіз, артында үлкен ықпалды күштер тұруы мүмкін, ойын бизнесі үлкен тартысты қызу бір заң жобасы болды ғой. Осы тұрғыдан алған кезде мына сессия несімен не есте қалды, және де қиынға соққан, тартысты болған қандай заң жобаларын атар едіңіз? Ерғанат мырза, мына конституциялық реформа болды Қазақстанда. Мемлекет басшысы шыны керек демократиялық принциптердің ең жоғарғы деңгейіне сай келетін үлкен реформалардың бастауында болды. Оның ең бір негізгі көрсеткіші мемлекет басшысы қазір саяси формулаларды алға қоятын болды. Негізгі саяси формула бұл күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Бұл осы конституциялық реформаларға дейін Қазақстанда орын алмаған саяси формула. Қазір сол іске асты. Сол себептен расында да парламенттің ықпалдылығын сізде, бізде, қоғамда байқап келе жатыр. Оның ықпалдылығы неде көрінеді? Оның ықпалдылығы кез келген заң жобасын талқылауда қызу талқылау болады, көптеген азаматтар қатысады. Мысалы, салық кодексі өзіңіз жаңа атап өткен 300-ден астам сарапшы қатысты. Өте көп талқылаулар болды. Біздің парламенттің жанында қоғамдық палатада, барлық саяси партияларда, әрбір саяси партия үкіметтің бірінші редакциясындағы салық кодексімен келіспейтінін жеткізді. Көптеген ұсыныстары іске аспайтынын айтты. Кейбір ұсыныстары шынтуайтында халықты болмаса кәсіпкерлерді тығырыққа тірейтін форматтың қалып келетінін айтты. Мысалы, енді осы күнге дейін біз doing business дейміз, болмаса бизнесмендерге бір жеңіл жағдай жасау мүмкіндіктерінің барлығын үдететін бір тұстары болды. Оның ішінде өзіңіз білетіндей, мына құн салығы қосымша 20% болады деп келді үкімет. Бүгінгі күнге дейін мына біз жеке кәсіпкерлер пайдаланатын арнайы режимдер болмайтын болды. Кішігірім сомадан 15 миллион теңгеден жылдық жаңағыда айналым асып кететін болса, бірден қосымша құн салығына өтіп кететін форматты жасады. Осының барлығына көп саяси партиялар қарсылығын білдірді. Оның ішінде бізде Аманат фракциясы мемлекет басшысы алдыға қойып отқан салық кодексі, прогрессивті, прагматикалық салық кодексіне үкіметтің жасаған кодексі сай емес деп біз өзіміздің позициямызды айттық. Біздің фракцияда да бір емес бірнеше рет бұл мәселе талқыланды, үкімет мүшелері келді. Соның барлығы ортақ компромиске келіп, қазіргі салық кодексі менің ойымша заманауи азаматтардың
кәсіпкерлердің, осы саладағы эксперттердің, қаржыгерлердің, жалпы қоғам белсенділердің ұсыныстарына нақты жауап береді. Сондай-ақ әрине мемлекеттің де кейбір тұстардағы протекциясын іске асыратын кодекс болды. Өйткені үкіметке біз осы күнге дейін қойып келе жатқан талабымыз бюджетті едәуір толтыру. Ал жалпы сессия қалай жұмыс істеді десек, Ерқанат мырза өзіңіз жаңа атап айтып кеткен өте маңызды заң жобалары қабылданды. Одан қалса жалпы әр сессиясының өзінің маңыздылығы бар. Алдыңғы сессияларда да қабылданған заң жобалар бар. Бір-екеуіне тоқталып кетейін. Мысалы, ұлттық қор балаларға. Басында заң жобасы қабылданғанда мемлекет басшысы осы идеяны айтқан кезде қоғамда бір сенімсіздік пайда болды. Ол қалай болады, қалай іске асады, кім бізге қорды ашып береді, кім бізбен бірге ол қорды бөліседі, инвестициялық табыс дегеніміз не деді. Қазір ондай сұрақ қоғамда жоқ. Әр жылдың соңында желтоқсан мен қаңтарға қараған уақытта барлығымыз ақпаратты күтіп отырамыз. Балаларымыздың шотына биыл қанша сома түседі екен деп. Бірінші жылы 100 ақш доллар түссе, биыл 120 ақш долларының көлемінде қаржы түсті. 4-5 бала шағаңыз болатын болса, 2 жылда сіз шамамен сіздің отбасыңызға 1000-1200 ақш долларында инвестиция қазір сіздің шотыңызда бар. Ол балалар оны ертең жарату мүмкіндігіне ие болады. Дәл солай сыртқа шығарылған заңсыз активтерді қайтару. Мен сізге айтайын, мен осы саясаттанушы ретінде көп эксперттермен, азаматтармен кездескен кезде дүйім көпшілігі сенімсіздік білдірді. Ой, ол мүмкін емес деді. Оның іске асуы мүмкін емес, ол іске аспайды. Ондай азаматтар, заңсыз активтерді шығарған азаматтар мейлінше ескі Қазақстанда жемқорлық жолмен немесе жаңағыдай билікті жақындығын пайдаланып, олар барлық активтерін легитимдеп алды деді. Шынтуайтында қазір ол іске асып келе жатыр. Бүгінгі таңда мен қателеспесем 3 триллионға жуық қаржы елге қайтарылды. Мейлі оның жартысы бір белгіленген деңгейде материалдық капитал болуы мүмкін, бірақ оны да қазір әлеуметтік желіден, бұқаралық ақпараттық құралдар бетінен көріп отырсыз. Оны да реализацияға жасап, қазір үкіметтің бюджетін толтырып жатыр. Қаншама мектеп салынды осындай коррупциялық жолмен қайтарылған қаржыларға, осындай қаржыларға енді басқа да бір жобалар іске асады деді. Мемлекет басшысы бір жолында Қазақстан халқына деген қорды құру қажет деді. Барлық осындай жұмысты үйлестіру керек деді. Іске асып жатыр ғой. Қазір Қазақстан халқының қорына көптеген азаматтардың бір жобалары, тың жобалары іске асып келе жатыр. Дәл сондай тағы да бір үлкен жобалардың бірі мемлекет басшысы былтырғы жолдауында айтты. Енді Қазақстан әрбір шешімдерін прогрессивті, прагматикалық түрде жасауы тиіс деді. Ол үшін Қазақстанда суперкомпьютер болу керек деді. Ол үшін Қазақстанда жасанды интеллекттің біз жаңа деңгейін жасауымыз тиіс деді. Сөйтеді Әлемай деген біздің жасанды интеллект, жалпы осындай орталық жасаймыз деген. Міне Әлемай орталығы жуырда үкіметтің тапсырмасымен осы 1-2 айдың ішінде ашылады. Арнайы экспо көрмесінде болады. Идеялары жақсы, министрмен бұл мәселені біз талқыладық. Одан қалса суперкомпьютер өткенде іске қосылып жатыр. Міне осындай нақты мемлекет басшысының тапсырмалар іске асуда. Жарайды, бұл енді бір стратегиялық мәселелер ғой. Ал жай заттарға тоқталайықшы. Астана-Алматы жолы. Ең маңызды. Ең маңызды орталық Азиядағы бір кластер байланыстыратын жол биыл іске қосылды. Бардыңыз ба өзі жуырда? Мен жуырда мысалы жазды уақытта Балқашқа жол түспеді әлі. Бала шағамен барып келдім. Сонда керемет. Ары қарай Алматыға да бару мүмкіндігі туындады. Алматыдан Алакөлге көлікпен бардық. Міне осы жолдардың барлығы біріншіден қауіпсіздік деңгейі, А1 дейміз, сондай деңгейге дейін жеткен. Міне осындай мәселелер іске асып келе жатыр. Одан қалса биыл мысалы астық 26 миллион тонна астық, рекордтық астық жиналды. Міне осындай көрсеткіштердің барлығын мемлекет басшысы былтырғы алдыңғы жылдағы жолдауларында тапсырма ретінде үкіметтің алдына қойған. Ал мәжіліс не жасап жатыр деген сұрақ. Мәжілісте енді салық кодексі, бюджет кодексі, сондай-ақ су кодексі сияқты негізгі сізбен біздің өміріміздің анықтайтын, сізбен бізге тікелей байланысты осындай ірі кодекстер қабылданды. Одан қалса нашақорлыққа байланысты күрес үдетілді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ол штаб құрылды, жоспар қабылданды. Одан бөлек заң жобасын қабылдадық қой біз, Ерқанат мырза. Заң жобасында бұдан былай қарай наркокартельдермен айналысқан ірі барондар болатын болса, олар өмірбақи бас бостандығынан айыру нормасы енгізілді 20 жылдан бастап. Одан қалса оларға қолдау көрсеткен
енді орысша айтатын болсақ, оборотни в погонах дейміз ғой. Сондай сұмырайлар болатын болса, мемлекет қызметте істеп жүрген, олардың да жазасы солармен теңестіреді. Олар да енді бас бостандығынан айырылады деген сөз. Яғни Қазақстан нашақорлармен, одан қалса осындай нашақорлықты тарататын, біздің ұлтымызды бір құрдымға әкететін осындай індетпен күресті күшейді. Дәл сондай лудомания мәселесін өзіңізде жаңа тілге тиек етіп отырсыз. Осындай мәселелерді бізде мәжілісте қабылданып жатыр. Әрбір заң жобасы қызу талқылау, лобби топтардың бір араласуымен. Өйткені қандай мемлекетті қылмыскерлер жақсы көреді? Қылмыскерлер заңы әлсіз, іске аспайтын, орындалмайтын. Иә, одан қалса мына бір қылмыстық тілде сөйлесетін, бір мафиялық бір ұйымдардың, топтардың жұмыс жасайтын қоғамын олар құрғысы келеді. Бірақ Қазақстанда оған жол болмайды. Мемлекет басшысы айтты, тағы бір үлкен формуласы заң мен тәртіп. Мейлі сен мемлекет қызметкер бол, мейлі сен жаңағындай әртүрлі бір топтардың қатарында бол, мейлі сен тіпті қоғам қайраткері болатын болса, заңнан аттап өттің ба, барлығыңның жазаларың бірдей болады. Нағыз осындай заң мен тәртіп деген егерде концепцияны мемлекет басшысы айтқандай біз іске асыратын болсақ, онда біздің мемлекетімізде бір белгіленген деңгейде мемлекеттік жүйеге деген сенім, мемлекеттің болашағына деген сенім, тікелей мына білімді, саналы, осындай сізбен біздің замандастарымыз, отандастарымыздың арасында күшейе түседі. Заң мен тәртіп жаңа жақсы айтып қалдыңыз, соған бір оралайықшы. Өйткені бұл біздің еліміздегі ең басты мәселенің бірі деп айтуға болады. Заң болса, тәртіп болса, жаңағы айтып отырған заңдар, кодекстер өзінің деңгейінде жұмыс істеп жатса, қоғамда, халықта, үкіметте тыныш, бақытты бәрі байқуатты болмақ. Қазір бізде енді ашық барлығы. Өзіңіз байқағанша кез келген резонансты іс, барлығын осы ашық сот ретінде мысалы мемлекет даяр екенін қорықпайтынын көрсетіп отыр. Осы тұрғыдан алған кезде біз құқықтық нигилизмнен арылып келе жатырмыз деп айта аласыз ба? Әрине. Енді Қазақстанда бір құқықтық нигилизм болды деп айтуға келмес, Ерқанат мырза. Енді ол менің ойымша Қазақстан бір үшінші мемлекеттердің, төртінші мемлекеттердің қатарындағы мемлекет емес. Мемлекет басшысы нақты айтты, Қазақстан орта держава деді. Орта держава. Енді сізде бізде әлем аралаймыз, сізде бізде әртүрлі сапарларға барамыз, басқа ұлттың өкілдерін көреміз. Қазіргі мысалы соңғы уақыттарда қазақстандық жастардың мысалы мынау халықаралық олимпиадалардағы жетістігі, біздің бір жаңалықтарымыз ашылып жатқан, біздің де азаматтарымыздың әлемнің компанияларында жұмыс жасауы, олардың барлығы бізде бірінші кезекте мына халқымыздың санасы, оның ішінде қаржылық болсын, құқықтық бір деңгейлерінің орташадан жоғары екенін бірден бір көрсеткіші. Ал сіз жаңағы айтқан енді құқықтық нигилизм, енді ол менің ойымша енді ол атын атап түсін түстемей ақ қояйық, ол мемлекеттерді сіз өзіңіз жақсы білесіз. Қазақстанда соңғы уақыттарда мына адамның бас бостандығына, адамның жеке басына тиесілі сот істері ашық түрде өтіп жатыр. Резонанстық деп те айтуға болады. Олар өйткені енді адамның өміріне қауіп төнген кезде, немесе бір адамның өмірімен қоштасқанда, болмаса адамның бір жеке территориясына өтіп, адамды алдау арбау процестері болатын болса, менің ойымша міне қазіргі соңғы резонанстық істер өзіңіз айтқандай, бұл міне заң мен тәртіп қағидатының жұмыс жасауының бірден бір тағы да көрсеткіші. Ашық сот дегеніміз ол тек қана бір мәселені ашық шешу емес қой. Ашық сот дегеніміз ол осындай қылмыс жасамаңдар деген болашақ ұрпаққа үлкен қоңырау. Сигнал. Сіз бен біз сияқты қоғамда жүрген белсенді азаматтарға осындай қауіптер бар. Осы мәселені тағы да әрі керек жеткізу керек. Қоғамның түйсігінде осы мәселені қалыптастыру керек деген үлкен бір қадамдар. Ол сонымен қатар бұл бір үлкен ашықтықтың, яғни сотқа, жалпы билікке деген бір сенімділіктің бір формасы. Егерде билік өзінің бір демократиялық принциптарының жоғары екенін, билік әрдайым заңның нормаларымен, оның қағидаттарымен жұмыс істейтініне нақты көзі жетіп келген болса, билік әрдайым сотты ашық жасауға дайын. Біз мысал келтіріп жатқан Америка Құрама Штаттарындағы әртүрлі соттарды біз көріп жатамыз ғой әлеуметтік желілерде. Дәл солай да Қазақстанда бұл іске асып келе жатыр.
Енді мына жолдауда айтылған мәселенің ең негізгілеріне бірнешеуін талқылап өтсек, мына скринингті тегін медициналық көмекке енгізу 2025 жылдың 25 сәуірінде түзетулер қабылданып, скрининг зерттеулер және мына скрининг дейміз оны. Құлағының мүкістігі бар балаларға есту аппаратына қолдау, тегін қолдау көрсету мемлекеттің өзінің мойнына алған міндеттемесі. Осы жерде айта кеткім келеді, мына қазір өзіңіз білесіз, тіл дамымай қалған, құлағында проблемасы бар балалар өте көбейіп келе жатыр. Бұл неге екенін зерттеу керек шығар, енді қоғамдық институттар әлі. Және де барарға жері басар тауып алынбаған кезде осы елдің тарапынан, мемлекет тарапынан 25 миллион тұратын аппараттар тегін алу, бұл және кепілдендірілген көмек алу, бұл үлкен игі іс. Енді бірақ сіз айттыңыз, 3,5 миллион адам сақтандырылса да емхана қызметін ала алмай отыр деген нақты дерек келтірген едіңіз. Неге бұлай? Үкімет бұл бағытта нақты қандай қадамдар жасау керек деп ойлайсыз? Енді ол ақша аударылып жатыр қыруар. Бәрі бар, былай қарасаңыз. Бүкіл біздегі мына тұрған аппараттар, технология деген ең соңғы технология, озық технологиялардың Астана, Алматы, ірі қалалардағы технологияны айтып отырмын. Ерқанат мырза, ол медициналық қызмет алғысы келмейді емес ол азаматтар. Ол азаматтар бізде Қазақстанда ала алмай отыр дедіңіз. Әлі ала алмай отыр дегеніміз, ол азаматтардың дүйім көпшілігі көлеңкелі экономикада. Яғни олар әлі күнге дейін жалақысын конвертпен алатын, болмаса тек қана қолма-қол ақшамен айналым жасайтын, болмаса тіптен ешқандай жұмысқа тіркелмей, бірақ көлденең табысын салық төлемей көрсетіп отқан азаматтар дүйім көпшілігі. Ол азаматтардың жағдайы жоқ деп айтуға болмайды. Ол азаматтар көбінде ақылы медициналық көмекті де алып жатады. Енді оның арасында әрине бір белгіленген пайызы мүмкіндігі жоқ. Жұмыс істей алмайды, жарна төлей алмайды, сол себепті медицинаға мемлекеттің кәдімгі кепілденген медицинасына қол жеткізе алмайды. Бұл азаматтарды біз мейлінше мемлекет басшысы көтеріп жатыр ғой, жасанды интеллект, оцифровка жасау керек қоғамда. Бізде қоғамда азаматтардың өмір сүру деңгейін, азаматтардың бір байланысын анықтайтын бір белгіленген сапалы мынандай интеграцияланған бір цифрлық орта жасауымыз керек. Азаматтар тіркелмей қалудан қорқатын деңгей жасауымыз керек қой, біз түсіндіңіз ба? Үрейленетін. Өйткені оған ертең жұмысқа тұратын уақытта да, болмаса бір жеке куәлігін беретін уақытта да, болмаса оқуға түсетін уақытта да мемлекеттік билік, болмаса мемлекеттік органдар сұрақ туындату керек. Сіз неге осы күнге дейін тіркелмедіңіз? Неге біз сізді тіркеуде көріп отырған жоқпыз деген сияқты, көрдіңіз ба? Мейлінше жасыл өндана сондай бір инклюзиялық орта жасауымыз керек. Оған енді әрине бір жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің оған әлеуеті жете қоймайды. Бұл 3,5 миллион адамның тіркелмей келе жатқанына соңғы 10 жыл болды. Олар тіркеуде жоқ, олар тіркеуде жоқ болғасын, біздегі міндетті сақтандыру, әлі медициналық сақтандыруға түсімдер аз, оған түсімдер аз болғандықтан бізде кепілдендірілген көмек көрсету төмен. Көрдіңіз ба? Адамдар әрдайым, одан қалса, Қазақстанда мен әлі тағы бір айтқан сөзім бар, 2 түрлі орта пайда болды осы медициналық көмек алатын. Тым байлар Қазақстанда емделмейді, олар бірден шетелге кетеді, болмаса бір шетелдік медицина, қымбат медицина өкілдерінің, болмаса енді олардың ойлауынша бір білікті мамандардың Қазақстанға келгенін күтеді көбінде. Орта тап, енді жаңағыдай кәсіпкерлер дейміз, мысалы өзіне бір медициналық қызметті әрдайым кезексіз тез алғысы келетіндер, олар жекеменшік медициналық ұйымдарға барады. Барады, қаржылай ақылы түрде өзінің қызметін алып кете береді. Өзіңізде оған көп жүгінесіз, кезекке тұрғыңыз келмейді, өзімізде оны пайдаланып жатамыз, келсіз ғой. Ал дәл осыған баратын азаматтар, жаңағыдай медициналық Қазақстанда емделгісі келеді, бірақ олардың мүмкіндігі жоқ. Менің ойымша осы дүниелердің барлығын біздің Қазақстанда бір реттейтін, пысықтайтын уақыт келді. Біз міндетті түрде мына екінші осы 4-ші сессияда ары қарай жалғасатын уақытта міндетті түрде осы проблемаларға ден қоятын боламыз. Жетерлік 3,5 миллион адамның тізімде болмауы деген бұл нонсенс. Бұл үкіметке сын. Мәмістің де өзінің сапалы қызметі бар деп жоғары деңгейде деп айта алмаймыз ғой. Айта алмаймыз әрине. Мәміске сұрақ көп. Өткенде біз жоғарғы аудиторлық палатаның зерттеуі бізге келді. Өзіңіз білесіз, парламентте қызу талқылау болды. Біз қай жерлерінде коррупциялық рисктер бар екенін айтты, қай жерлерде олқысыз жағдайлар болғанын айтты. Проблема жетіп артылады.
қызмет аламайтын азаматтардың шағынысы шаш етектен. Мен сізге тағы бір мысал айтайын. Сіз 3,5 миллионды айтып отырсыз ғой. Мысалы Қазақстанда 4 миллионға жуық азаматтың зейнетақылы қоры жоқ. Бірде-бір тиын аудармаған. Тікелей мына жұмыс істейтін азаматтар бар ғой бізде. 11 миллион халық жұмыс істейтін белсенді азаматтар болатын болса, еңбекке жарамды. Яғни салық төлеу керек, қаржы табу керек, салықты бәрі төлеу керек. Сіз кәсіпкер болсаңыз да төлеуіңіз керек. Мына бұрынғы ағылшынның енді мына мемлекеттік құрылымдар туралы зерттеген зерттеушілер бар ғой, мысалы Джон Лок дейміз. Одан қалса мына француздың Монтескьесі бар. Баяғы 17-ші ғасырларда енді ағылшындар үлкен мемлекет құрып жатқан кезде. Сонда айтады, азаматтар дейді, білімді білікті азаматтар мемлекет болу үшін неге мемлекет болуға әуес болады дейді. Неге мемлекеттік құрылымға барады дейді. Өздерімен өздері өмір сүре бермей ме дейді. Көрдіңіз ба? Сонда оларға не керек дейді? Мемлекет нені қамтамасыз етеді дейді. Мемлекет біріншіден олар үшін қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Шекарасын шегендеп береді. Басқа сондай мемлекеттермен терезесі тең байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Одан қалса ең басты мемлекеттің жасайтын функциясы ол сіздің жеке дара жекеменшігіңізді қорғайды. Міне сол үшін азаматтар не істейді? Мемлекетке ұйысады, мемлекет болып құрылады, мемлекеттік билік құрады, сол билікке өздерінің өкілдерін басқаруға жібереді. Дәл солай. Мысалы, осы азаматтардың барлығы түсіну керек. 4 миллионға жуық азаматтың зейнетақылы қоры жоқ. 3,5 миллион азамат мәмске төлемдері жоқ. Одан қалса бізде 2,5 миллион азамат өзін-өз жұмыспен қамтамасыз етушілер деген бар. Олар кімдер білесіз ба? Олар да салық төлемейді. Салық төлеушілер олар жеке кәсіпкерлер. Олар салық төлемейді. Бірақ олар өзін-өз жұмыспен қамтамасыз етеді. Ондай азаматтар бар қоғамда. Жағдайы бар. Одан қалса бізде ғана бір патронаттық идеология басымырақ отбасыларда. Кейбір отбасыларда бар, өзіңізде де мысалдар бар шығар. Бір отбасында мысалы бір кісі 10 азаматты бағып отыратын отбасылар бар. Тіпті олардың 9-ының жұмыс істеуге жағдайы жетіп отырса да, барлығы сол бір азаматтың қатарында топтасады. Салық төлемейді, сол азаматтың тапқан тебенін қолма-қол ақшалай алады, болмаса бір сыйлық ретінде алып отырады да, солай қаржысын тауып отбасыларын асырап отырады. Бұны енді орыстар айтады, орысша айтатын болсақ, медвежья услуга дейді. Бұндайды да біздің қоғамда оған деген бір нөлдік төзімдік болу керек. Ол отбасынан басталу керек. Отбасында жұмыс жасамайтын, жұмысқа әуесі жоқ азаматтар болатын болса, олардың мейлінше отбасы жұмыс жасауға, салық төлеуге, бір мемлекеттің дамуына үлес қосуға итермелеуі тиіс. Мәселе сонда. Мемлекеттің дамуы енді өңірлерге тікелей байланысты ғой. Осы жолдауда өңірлік теңсіздікті қысқарту мәселесі тапсырылған еді. Қала мен ауылдың арасындағы, өңірлердің арасындағы теңсіздік қаншалықты қысқарып келе жатыр деп айта аласыз? Мысалы, бар ма сондай бір цифрлар? Енді Ерқанат мырза, мен сізге айтайын, жалпы қалалардың деңгейінде Қазақстанның дамуы, урбанизацияға салып келетін болсақ, бұның деңгейі жақсы. Бірақ ауылдарда қазір тұратын жастардың саны күрт төмендеген. Көріп жүрміз. Мысалы 30 жылдың ішінде деп алайық, енді осы тәуелсіз елдің ішінде бізде 1,5-ға жуық ауыл жабылған. Солтүстік өңірлерден шамамен 700 мыңға 800 мыңға жуық азаматтар орталыққа қарай көшіп кеткен. Көрдіңіздер ме? Осындай проблемалар бізде бар. Әлі күнге дейін ауыл мен қаланың арасындағы білімнің алшақтығы шамамен 3 пен 4 жылдың арасын құрайды. Бұл өте жоғарғы деңгейдегі алшақтық. Бұны кемінде біз жарты жылға қысқартуымыз керек. Жарты жыл мен 1 жыл. Сонда сіз қараңыз, мысалы ауылда 7-ші сынып оқитын баланың білімімен қалада 3-ші сынып оқитын баланың білімі екеуі тең деген сөз. Көрдіңіз ба? Олардың енді мына орысша айтатын болсақ, кругозоры дейміз ғой. Санасы, көретіндері, мәдени бір ортаға араласуы. Бұл өте жоғары деңгейдегі алшақтық. Ертең ол балалар жоғарғы оқу орнына барған кезде дәл сондай өздерінің алшақтығын байқайды. Одан қалса, мысалы тағы бір проблема бар. Бізде Қазақстанда өзі қателеспесем 3 миллионнан астам азамат ең төменгі жалақы алады. 85 мың. Соның 1 миллион 200 мыңы ауылдарда. 3-тен 1. Бұл өте жоғары көрсеткіш деген сөз.
Көрдіңіз бе, осындай мен алшақтықтардың барлығын цифрлар сөйлейді ғой, мен емес айтып отқан, оны кәдімгі деректер. Осы дүниелердің барлығын біз дамытуымыз керек. Мемлекет басшысы айтты. 858 ауылда интернет жоқ еді. Әлі күнге дейін жоқ. Біз оны көтеріп келе жатқанымызға 2 жылдан астам уақыт болды. Алдыңғы министр уәде берді, осы министр уәде болды. Енді мына Starlinkті қосып жатырмыз, қазір соны пайдаланып қосамыз. Starlink будай ғой, қарапайым ауыл халқына қаншақты. Енді бір субсидиялармен бір қарастыруға мүмкіндіктерді олар қарастыратын шығар, бірақ расында да Ерғанат мырза, кейде осындай бір мәселелерді біз депутаттар көтеріп жатқан кезде халық ойлайды, о, Қазақстанда бір шынды айтындай бір қорқатындай, үрейленетіндей жағдай екен ғой деп. Қазақтың бір жақсы тәмсілі бар. Бүгін қаттырақ айтпасаң, ертең қиынырақ болады дейді. Көрдіңіз ба? Сол себептен әрине біз көтереміз. Бірақ енді сіз айтқандай, біз айтқандай бір үрейленетін жағдай емес Қазақстанда. Экономикалық тұрғыдан да бізде мысалы мына алтын қорымыз бар ғой. 40 миллиард ақш долларынан астам алтын қорымыз бар. Бұл әлемдегі 40 мемлекеттің қатарына кіргізеді. Золото резервный фонд дейміз. Одан қалса қорымызда, ұлттық қорымызда 60 миллиард ақштан астам ақш доллары бар. Алтын сатып алу бойынша біз 5-ші орынға. 5-ші орындамыз, иә. Көрдіңіз бе? Ал мысалы ұлттық қорымызда 60 миллиард ақш доллары бар. Бұл әлемдегі 50 мемлекеттің қатарына кіргізеді Қазақстанды. Көрдіңіз бе? Қазақстанның мысалы бюджеті, мына кейбір біздің көршілес мемлекеттеріміздің бюджетінен кейбір елден 2 есе, кейбір елден 4 есе көп. Көрдіңіз бе? Қазақстан әлі күнге дейін өзінің конституцияда жазылған Қазақстан әлеуметтік мемлекет деген позициясын мызғымай орындап келе жатқан бірде-бір мемлекет. 30 жылдық тарихымызда Кеңес одағы құлады ғой. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстан бір ғана мемлекет үздіксіз өзінің зейнетақысын төлеп келген. Ол Қазақстан. Есіңізде болсын. Лайым солай болсын. Иә, лайым солай болсын. Одан қалса, жыл сайын стипендиямыз өсіп отырады. Білесіз ғой? Биыл 85 мың болды. Міне, жыл сайын зейнетақымыз индексация болады, одан қалса тағы да пайыздар өсіп отырады. Біз биылдың өзінде 60% біздің бюджетіміз, 25 триллионның 60% біз әлеуметтік салаға жолдап отырмыз. Ол неге әлеуметтік саланы қолдап отқан мемлекет, ол яғни оның қоры бар деген сөз. Оның әлі қаржылық бір балансы сақталып отыр деген сөз. Бірақ енді біз ондай жаңағындай жақсы екен деп. Иә, онда Елнұр мырза, мына сұрақ қойайыншы сізге. Жақсыны айтып жатсыз ғой, бюджеттік шығындардың 92% міндетті төлемдерге кететін рас па? Рас. Сонда 8% біздің халықтың тұрмысын жақсартуға жұмсалады екен, әл ауқатын. Иә. Бұған не дейсіз? Одан кейін қараңыз, ақыры 2 сұрақ қатар қояйын. Ұлттық қордан тек қана стратегиялық жобаларға, маңызы бар жобаларға қаражат алыңдар деді мемлекет басшысы. Солай емес пе? Бірақ енді өзіңіз бұл кейбір сұрақтар премьер-министрге қойылу керек шығар. Дегенмен де сіз енді фракция жетекшісі бүтін бір партияның бақылау және де ықпал ету тетіктері бар сіздерге. Сондықтан бұл сұрақтар сізге қойылғаны дұрыс деп ойлаймын. Енді бюджеттің 4/1-ін ұлттық қордан жаптық біз 2025 жылы. Бұл жолдаудағы мақсаттарға қайшы емес па? Енді Ерғанат мырза, әрине бізде бюджетте деңгейімсіздігін сақтайтын уақыт келді. Енді осы ұлттық қордың жуырда құрылған осындай инвестициялық үлкен штабын мемлекет басшысы өзі басқаратын болды. Рас, ондай ақпарат біз өзімізде көріп отырмыз. Мен өз сөзімде де талай ондай мысалдарды келтірген болатын. Мысалы, 2024 жылдың қорытындысы бойынша біз 5,3 триллион теңге алдық. 2025 жылдың қорытындысы бойынша 6 триллион теңге қаражат аламыз, 6,2 триллион. Екеуін қосатын болсақ, біз 28 миллиард ақш долларын ұлттық қордан бюджетке компенсация жасап отырмыз. Бұл кейбір мемлекеттің бюджетіне пара-пар. Кейбір біздің көршілес мемлекеттердің бюджетінің тең жартысын құрайтын сома. Көрдіңіз бе? Әрине бұл өте қауіпті зона. Енді бұдан артық көтермеу қажет. Бізде өзі бір белгіленген, кепілденген трансферт бар. Ол 2,2 триллион теңге. Ол сол сомадан аспау керек. Біз былтыр одан 3 триллионға асып кеттік, биыл ол сомадан біз 4 триллионға асып кеттік. Енді неге асып отырмыз? Өйткені бізде пандемиядан кейін геосаяси жағдай ушықты.
экономикалық дағдарыс орын алды. Көп мемлекеттер өздерінің отандық өндірістеріне акцент берді. Инвестициялардың саны 20%-ға төмендеп кетті. Одан кейін постпандемиялық уақыт келді. Соның есебінен 2022 жылы біздің инфляциямыз 21%-ға барды. Инвестиция төмендеп кетті. Экономикалық өсім 4,3 пен 4,8% ғана құрап қалды. 4,3-4,8% дегеніміз ол экономиканы тұрақты ұстап тұрудың ең төменгі межесі болды. Одан сәл төмендейтін болса, онда экономика өсімді көрсетпеді деген сөз. 4%-дан 3,9% болатын болса, экономика стагнация деген сөз. Бір орында тұр. Дәл солардың әсерінен қазір осындай ұлттық қорға жүгінуге мәжбүрміз. Оның барлығы стратегиялық мақсатқа кетіп жатқан жоқ. Әлеуметтік біздің міндеттемелеріміз. Мемлекет басшысы өзінің сайлауалды бағдарламасында айтты. Қазақстанның әлеуметтік міндеттемелері, Қазақстанның халқының алдындағы міндеттемелердің барлығы орындалады деді. Әділетті экономика, әділетті қоғам, әділетті мемлекет деген 3 негізгі формуламен сайлауға шықты. Соның бәрі орындалып келе жатыр. Мектеп салу, инфрақұрылым, жол, жаңағы Алматы, Астана, Атырау, Астрахан, сіз өзіңіз білетін Күршімдегі үлкен 60 миллиардтан астам қаражат қазір есімде жоқ, мүмкін 70 миллиардқа жоқ па үлкен көпір. Көрдіңіз бе, осындай дүниелердің барлығы мемлекет орындап келе жатыр. Бұл мемлекет басшысының берген уәдесі, біз оны орындауға мәжбүрміз. Мейлі ол қордан кетсін. Енді қазір оның орнын тезірек толтыру керек, ақша табу керек үкімет. Бұл проблема бар. Бұл жерде біз қауіпті зонада тұрмыз. Қазіргі үкіметтің позициясы осыдан арылу. Енді қуантатын жағдай бар. Соңғы 6 айлықта біз бірінші рет 6,2% жалпы ішкі өнімді өсірдік. Ол өте жоғары көрсеткіш. Егер де 6,2% мен 7%-ның аясында біз алдағы 5 жылдықта экономикамыз ұстап тұратын болсақ, мемлекет басшысының бәріміздің алдымызға қойған Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 450 миллиардты құрайтын, яғни 2 есеге өсетін 29 жылы жағдайға біз жетеміз. Мемлекет басшысының мына тапсырмасына үлкен қадам қазір жасалды. Соны біз орындауымыз керек. Мемлекет басшысының өзі жанын беріп осы үшін бүкіл өңірлерді аралап жүр. Бүкіл әлемнің алпауыт кәсіптерімен, бүкіл әлемнің алпауыт бизнесмендерімен мемлекет басшысы жеке кездесіп жүр. Әрқайсысын осы Қазақстанға тартып әлек болып жүр. Осының барлығы инвестиция тарту арқылы, жаңа қаржы келу арқылы біз іске асыратын боламыз. Рахмет. Енді мына тағы да жолдаудағы негізгі мәселе бұл ауыл халқын 2025 жылдың соңына дейін толығымен таза ауыз сумен қамту мәселесі тапсырылған еді. Осы тұрғыдан алған кезде қараңызшы, негізінен бүкіл ауылдар 100% сумен қамтуға 80 миллиард теңге қаражат керек екен. Бізде қарастырылған 15 миллиард. Сіз ол 15 миллиардтан қалай қарастырылған білесіз бе, Ерғанат мырза? Сонда тапсырма орындалмай қалуы мүмкін бе? Жылдың аяқталуына жақын қалдық. Ақбұлақ деген бағдарламасы бар. Мемлекет басшысының биыл 25 жылы ол аяқталады. Әрине 100%-дық межеге неге ол 98-97 деген пайызды көрсеткіш көрсетеді. Енді осы жерде бір үкіметті қорғап қояйыншы мен. Ол ауылға мүлдем су барды деген сөз емес. Баратын құбырлар тозып жатады. Тозған жарамсыз құбырлардың барлығы қайтадан неге кіреді? Яғни ауыл сумен қамтамасыз етілмеген деген блокқа кіреді. Содан әрине пайыз әрдайым өсіп немесе төмендеп отырады. Бұл 15 миллиардтың авторы Аманат фракциясы. Мен өз сөзімде айттым, біз фракцияның атынан сауал жолдап бюджетті бекіткен кезде осы 15 миллиардты өзіміздің атымыздан отырғызғанбыз. Бұл миллиард ақшада болмай қалатын еді. Үкімет мүлдем ақша бөлмейміз деген. Көрдіңіз бе, біз ішкі резервтермен әкімдіктер өздері табыс тауып, солай осы мәселені шешсін деген мәселемен алда қойған. Енді бізде кейбір өңірлер бар, пайызы 98-99%, солтүстік өңірлер бар, сәл төмендеу 96%. Енді су деген ол өмірдің мәні ғой, Ерғанат мырза. Су болмайтын жерде өмір жоқ. Сол себептен бұны міндетті түрде біз орындаймыз. Биылғы жылдың соңына дейін ертең бюджет келеді, сол бюджетте пысықтаймыз. Келесі жылдың 25 жылы бағдарлама аяқталады. 26 жылдың бірінші жарты жылында қорытындысы болады. Менің ойымша бағдарлама әлде мемлекет басшысы оны созады. Осы алдағы жолдауда осы кеткен олқылықтарды менің ойымша мемлекет басшысы нақтылап айтатын сияқты. Одан қалса мына автокөлік инфрақұрылымдар, логистика мәселесінде бізде біраз тұралып қалған мәселелер бар.
Достық, Мойынты деген сияқты үлкен-үлкен мемлекет басшысының жобалары бар. Солардың кейбіреулері уақытында орындалмай келе жатыр. Тіпті Алматы, Астананы біз 23-ші жылы орындаңдар деген тапсырма берген мемлекет басшысы. Міне 25-ші жылы енді орындап болдық. Осындай тапсырмаларды менің ойымша мемлекет басшысы жолдауда тікелей әрбір мемлекеттік орган, оның ішінде именно органның басшысы жауап беретін бір құзыреттілікті күшейтетін бір мемлекет басшысының бір үлкен мәлімдемесі болатын сияқты. Күтеміз. Негізі үкімет президенттің тапсырмасын орындалуына қадағалайтын нақты мерзім мен индикаторлар белгілейді. Осы тұрғыдан алған кезде сіз жаңа ғана өзіңіз бірнеше мысал келтірдіңіз, тоқталып тұрған, тежеліп қалған деген секілді. Орындалмай жатқан жобаларға кім жауапкершілік алады негізінен бізде? Және қандай жауапкершілік болу керек деп ойлайсыз? Мемлекеттік билік дегеніміз, Ерғанат Молғұза, бұл қателіктерді кешірмейді. Егер де сіз өзіңіздің мейлінше эффективтілігіңізді көрсете алмасаңыз, онда қызметтен кетуіңізге тиіссіз. Қазір турбулентті заман, ойланатын заман емес. Мемлекет басшысы байқасаңыз, кейбір министрлерді қателіктер үшін қызметінен алып отырады. Бұл ешқандай да оған бір уайымдайтын, бір жанның ауыратын мәселесі емес. Егер де жоғарғы деңгейде бір көрсеткіш көрсете алмайтын болсаңыз, онда басқа салаға барыңыз. Басқа салалар көп қателікті кешіретін. Егер де сізге қаржы мәселесі керек болатын болса, кәсіпкерлікке барсаңыз болады. Қазіргі таңда мемлекет басшысы турбуленттік геосаяси жағдай өте қиын. Көршілерімізбен байланысымыз ауырлап бара жатыр. Экономикалық көрші мемлекеттерге салынып жатқан экономикалық санкциялар, тіпті эмбарголар, тіпті блокаут қойып жатыр ғой енді, блокауттар. Солардың барлығы Қазақстан экономикасына өзінің бір ауыр соққыларын жасап отыр. Сол себептен қазір бір иықты кеңге жайып қойып отыратын мәселе емес. Одан қалса, енді сіз үшін де, мен үшін де, жалпы қоғам үшін де үлкен жаңалық болды ғой енді. Қазір президентіміз бір ғана мерзімге сайланып отыр. Оны президенттің өзі бірнеше рет қайталап айтты. Ал егер де президент бір мерзімге сайланатын болса, онда біз 3 есе 4 есе артық жұмыс жасауымыз керек. Берілген уәделерді орындау үшін. Сол үшін сондай деңгейге тиесі, сондай бір форматта демалыссыз, үзіліссіз жұмыс істей алатын мемлекет қызметкерлері тарту керек. Ірі стратегиялық мәселелер орындалмаса, мемлекет басшысының тікелей жолдауда айтқан ресми мәлімдемелерін орындай алмайтын госорган болатын болса, міндетті түрде басшысы қызметтен кету керек. Бұл талқыланбайтын дүние. Ал енді әрине оның бір деңгейлері болады. Мысалы 90%-ға орындалады, 85%-ға орындалады. Оның деңгейлерін үкімет өзі анықтау керек. Менің ойымша 50%-дан төмен орындалатын болса, қызметтен кетуі қажет. 50%-бен мысалы, енді 70%-ның арасы, KPI-ларын өздері анықтайды ғой, оның түрлері көп, әртүрлі. Неше түрлі форматтары бар ғой оны зерттеудің. Социологияда да әртүрлі бір болжамдар жасап отыруға болады. Қиын емес оны. Ұлттың денсаулығы, спорттағы жеткен жетістіктеріміздің барлығы осы жолдауда айтылған етін. Сіз де өзіңіз мына соңғы 5 жылда спортқа 1,4 триллион теңге бөлініп, нәтиженің төмен болғанын айтқан едіңіз. Осы жерде мынандай сұрақ туады. Нәтиже жақсару үшін не істеліп жатыр қазір? Спорттағы басқармалар тазалық жүргізілді, тазарту жүргізіліп жатыр деген секілді. Заңды күшейттік. Алда тағы да 5 жылда, кейінгі 5 жылда 1,4 бөлсек, енді алдағы 3 жылда 1,3 триллион сұмдық қаражаттар ғой бұл. Қасыңыз бөлінейін деп жатыр. Енді Ерғанат мырза, эффект болмай қалса, нәтиже спорт деген ол біріншіден қаржы. Түсіну керек. Біз егерде сапалы кәсіби спортшылар даярлаймыз десек, онда оларды ғылыммен, жақсы оларды баптайтын тренерлеріне қаражат бөлу керек. Өткізілетін мысалы әртүрлі жаңағыдай физподготовкалық деңгейлердегі жарыстары, одан қалса сбор дейміз ғой енді, осындай жиналыстары өздерінің баратын, олардың барлығына қыруар қаржы кетеді. Спорт ешқашан арзан болған емес, арзан болмайды да. Тіпті қазіргі заманда мына спорттық ғылымның дамып кеткен заманында тек талантпен, бір белгіленген сәттілікпен қазір жетістікке жету мүмкін емес, Ерғанат мырза. Қазір сіз байқасаңыз, көп жетістікке жеткен спортсмендер кәдімгі, енді шынтып айтқанда мына бір робот сияқты ғой. Көрдіңіз ба? Өйткені химиялық кластер дамыған, ғылым дамыған,
спорттық деңгей дамыған, көрдіңіз ба? Сол себептен бұрынғыша бір таланттарды алып барып жеңіске жетеміз деген ол ертегі. Қаржы бөлу керек. Бұл қаржының өз көп емес. Бұл қаржыны күшейту. Деп ойлайсыз ба? Әрине. Бірақ енді кез келген қаржыны дұрыс тиімді пайдалануға тиіс. Біз енді заң жобасын қабылдадық, өзіңіз білесіз. Осы күнге дейін спортта түрлері, қаржы алатын түрлері 180-нен астам түрлері болатын болса, қазір біз оны қателеспесем 40-қа дейін азайттық. Тек қана олимпиадалық спорт түрлеріне ғана қаржы бөлуді қалдырдық. Көрдіңіз ба? Енді мен шыны керек Ерқанат мырза, мына жаппай бір қоғамдық спортты дамыту деген ол бір бөлек. Оны менің ойымша бір әкімдіктердің деңгейінде қалдыратын болсақ, ал мына профессионалды кәсіби Қазақстанның атын шығаратын олимпиадалық спорт түрлері бұл тікелей министрлік жоғарыдан төмен қарай басқаратын, бұл кәсіби министрліктің деңгейіндегі бағыт болуы тиіс. Өйткені біз одан басқаша нәтиже көрсете алмаймыз. Мысалы, Қытай Халық Республикасы, мысалы, соңғы 40 жыл бойы олимпиадада үздік 3-тік орындықты көрсетіп келе жатыр. Оған дейін қытайлықтарда мүлдем ондай мүмкіндік болмаған. Көру керек, қаншалықты тиімді жаратылып жатыр. Барлық жерде әділеттілікті орнату керек. Әділеттілік принципі орындамайтын болса, әлсіз спортшыны қолдайтын болса, бір бауырластық, болмаса бір сыбайластық жағдайларды іске асыратын болса, ондай жерде спорт ешқашан көркеймейді. Одан бөлек ғылымды, білімді, күшті қаржыны әрине көбейту қажет. Соңғы сұрақ қойайын. Бір сағаттай төңірегінде сұхбаттасқан екенбіз. Негізі біз енді адам баласы ұмытшақ қой. Кешегі алапат тасқын кезінде қабырғамыз қанша қайысып, бірақ енді өзіңіз білесіз, мемлекет үлкен қолдау көтеріп, барлық азаматтарға өтемақысын төледі. Өртенген қора, құлаған және қырылған мал барлығының өтемақысын төлеп берді. Осы тұрғыда кезде кейде ойлайсыз, енді шынын айтында, мысалы басқа елдердегі апаттарды көріп жатырсыз, көк тиын бермейді. Сіз енді өзіңіз айтып едіңіз, өтемақыны банктер емес, негізінен сақтандыру компаниялары төлеу керек деп. Кез келген саламат мемлекетте солай жүргізіледі. Үй өртенсін, басқа жағдай болсын, бізде сақтандыру тек қана көпке, ал денсаулыққа, жаңағы сақтандыруға келген кезде, немесе жаңағы баспананы сақтандыру, мүлікті сақтандыруға келген кезде біз енді сәл-пәл немқұрайлық танытып жатамыз ба, жоқ әлде бұл сақтандыру компанияларының кесірінен осындай мәселе ма? Не істеу керек? Қандай да бір апат болса, тағы да болса, бір жылу жинап, халық болып атсалыса береміз бе? Жоқ әлде салауатты, сонда бір қоғам болады ғой. Ондай заң жобасын бір инициативті түрде мәжіліс депутаттары жасадық, үкіметке ұсындық. Қазір үкімет те өзінің бір жобасын жасап жатыр. Менің ойымша бір ортақ мәмілеге келеміз деген ойдамын. Біріншіден, ондай заң жобасы міндетті түрде керек. Екіншіден, сақтандыру деген мәдениетті Қазақстанда қалыптастыру тиіспіз. Ол тек қана бізде әлі күнге дейін сол міндетті көлік сақтандырумен ғана шектелеміз ғой. Адамның денсаулығында сақтандырудың өзінің бір деңгейлері бар. Адамның өзінің жекеменшік құралдарын сақтандырудың деңгейі бар. Одан қалса жекеменшік өзінің мүліктерін сақтандыру. Бұны әрине дамыту керек. Ол үшін не керек? Ол үшін Қазақстанға әлемдегі сақтандырудың ең негізгі ойыншыларын Қазақстанға тартуымыз тиіс. Ірі-ірі. Нарықты ашу керек дейсіз. Нарықты ашу керек. Нарық міндетті түрде, ашық түрде болуы тиіс. Бізде қазіргі таңда, мен сізге айтайын, қазір біздің үйлерді сақтандыруға көп сақтандыру компаниялар келіспейді. Бірақ оған міндетті түрде үкімет кірісу керек. Оған кірісетін уақытта келді. Ол бір біз үшін жаңалық емес. Америка Құрама Штаттары, Европа өзі 50 жыл болды, 100 жыл болды, үйлерінде бәрін сақтандырып отыр ғой. Бірден қандай жағдай болмасын, ол жерде сразу сақтандыру компаниясына барады. Денсаулығына зиян келсе де, үйіне де нұқсан келсе, өзінің жеке басына да бір қауіп төнетін болса, айтады сақтандыру компаниясына осындай жағдай болды, мені қорғаңыздар деп. Бір ғасыр алда келе жатыр сақтандыру мәдениетіне. Енді кейбір мемлекеттер бір ғасыр деп айта қоймайсыз шығар, бірақ 50-60 жыл, жарты ғасыр алда келе жатқан мемлекеттер бар. Бірақ ол жердегі сома өте жоғары. Үйді сақтандыру мысалы сол елдерде 3,5 мың ақш долларынан басталады да, одан ары қарай шегі жоқ. Сіздің үйіңіздің деңгейіне, үлкендігіне, қауіп қатеріне байланысты. Енді әрине бізде ондай қаражатты қоятын болса, оған халық келіспейді. Мен өзім үйімді жаңа үй салып аламын ғой дейді. Сол себептен оның бір сақтандырудың қазір мынандай формасын енгізуге болады, Ерқанат мырза. Мысалы, сіз үйіңізді сақтандырасыз, бір жылға 100 мың теңгеге, бір қауіпті жағдай болатын болса, сақтандыру компаниясы сізге 2,5 миллион теңгеден астам қаражат бере алмайды деген сияқты бір өзінің баланстық бір экономикалық математикасын шығару керек. Сонда сақтандыру компаниялары келіседі.
Тараптардың түсінісіне және келісуіне байланысты дейсіз ғой. Иә. Елнұр мырза, уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызда, алдағы сессияда сәттілік тілейміз. Рахмет. Өзіңіз білесіз, салық кодексі әбден елді шулатты. Тараптар қаншама қырқысты деген секілді. Ал жаңағы ойын туралы заң бар, басқасы бар. Жоқ, ірі бізде заңдар көп болады. Жалпы мен сізге бір мәжілістің кейбір тұстарын айта кетейін. Қазіргі таңда неге мәжіліс эффективті? Өйткені әрбір қабылданатын 3 заңның 2-ін депутаттардың инициативасымен жасаған. Көрдіңіз ба? Бұрынғыдай емес, бұрынғыдай үкіметтен заң келіп жоқ. Ондай жоқ. Әрбір мысалы 6 заң қабылданса, соның 4-еуі инициативті заң. 89 заң қабылданды дедіңіз ғой, соның 60 пәленшесі инициативті заң жобалар. Ал бастамашыл заң жоба дегеніміз не? Бастамашыл заң жобасы деген сол халықтан шыққан, халықтың ұсынысынан, яғни проблемадан туындаған, депутаттар өздері кездесіп жүріп көрген бір проблемаларды көтерген заң жобалар. Алдағы уақытта бізде автосақтандыруға байланысты үлкен ірі заң жобасы қабылданатын болады. Мына Қазақстанда үлкен проблемалардың бірі ол дачалардың мәселесі. Саяжай. Үлкен проблема. Алматының бөктерінде 100-ден астам саяжай бар. Астананың бөктерінде, Қарағандыда, Шымкентте деген сияқты. Оларға инфраструктура мемлекет бере алмайды, инфрақұрылым. Өйткені саяжай. Ал ол жердің барлығы қазір саяжай сияқты емес, уақытша тұрғын үй емес. Олардың барлығы кәдімгі бір белгіленген уақытта бір қолжетімді баспана ретінде пайдаланып, қазір сіз бен біздің отандастарымыз сол үйлерде тұрып жатыр. Оларда судың келген, оларда инфрақұрылымның, оларда өзінің бір өміріне қажетті дүниелердің пайда болғанын қалайды. Бізде дәл сондай заң жобасын мәжілісте жасадық, инициативті түрде. Сол заң жобасы бар. Одан қалса, әлде алдағы уақытта тағы да 60-тан астам заң жобалары бар. Солардың барлығын біз іске асыратын боламыз. Бұның барлығы бір белгіленген деңгейде іске асырылатын болады. Одан қалса, енді мемлекет басшысының жолдауын күтеміз. Бұл енді әрдайым жаңа бағыттар, жаңа жаңалықтар, жаңа темп, жаңа экономика, бір жаңа көзқарас, жаңа формулаларды мемлекет басшысы ертең айтатын болса, соған орай менің ойымша кемінде жыл сайын мемлекет басшысының жолдауларда берген тапсырмалары кемінде 20-30 заң жобасына үлесіп жатады. Құрметті достар, студиямыздың бүгінгі қонағы парламент мәжілісінің депутаты Елнұр Сабыржанұлы Бейсенбаев. Елнұр мырза, тағы да рахметімізді айтамыз. Ал сіздер ой пікірлеріңізді бөлісіп, білдіріп, біздің парақшамызға жазылыңыздар. Баптаймыз көрейік, әр қазақ бабында болсын.